Сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім. Сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін видеоның атынан көргендей SQ Nightпен, яғни қуанышпен Әдекенің үлкен қыздар жыламайды деген әніне разбор, бочкамен тартылатын қағысын және тек бар аккордтарын көрсетем. Ал енді жалпы өлең жалпы 3 аккордтан тұрады, бірақ мен 2 аккордпен қолдан ойнадым. Аккордтары E, B, M, сосын B, B, M, сосын F аккорды. E, B, M аккорды 6-шы штатта барин аламыз, сосын 7-шы штатта 2-ші струна, 8-ші штатта 3 пен 4-ші струна. Сосын дәл осы аккордты 1-ші штатта ұстаймыз. И сосын F аккордын барлығын 1 струна жоғары көтереміз. Осылай осы 3 аккорд. Ал бұл жердегі F аккордын тек бір жерінде ғана қолданылады, оны қолданбай да ойнауға болады. Ол сендегенде жүректен асырған айт, сосын F, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Осы жерінде F пен немесе B, B, M аккордымен ойнай берсе болады. F-тің орнына қойып, осы 2 аккордпен де ойнай беруге болады. Ал енді қағысына келетін болсақ, бірінші бочкасыз орындалатын қағыс. Төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен, жоғары. Бір аккордты 2 реттен. Сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім. Ал бочкамен орындалатын қағысында 2 рет ойнайтын жерінде біріншісінде бочкамен тек қағыстың жартысын, сосын қағыс толықтай ойнаймыз. Сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім. Сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Болды доғар үлкен қыздар жыламайды, жұбату үшін бұл әнім. Осы жерінде эффектпен қосып орындауға болады. Бұлай 4 саусақпен гитараның астынан, сосын үстінен 2 рет. Астынан 4 рет, үстінен 2 рет. Сосын басталады. Сендегенде жүректен асырған айт, сендегенде жүректен асырған айт, сендік жүрек басқанды тыңдамайды. Осылай орындалады. Ал енді разбор осылай түсінікті болды деген ойдам. Егер де разбор ұнаса, келесіде қандай әнге разборлар керек, соны комментке жазып, лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар.